Яғни егер біз өзіміздің жүктілігімізді жоспарласақ, онда тамақтануымызға дұрыс қарасақ, онда баламыздың дені сау болып, және митохондриялар көлемі, саны дұрыс болады деген посыл ғой, яғни солай болады. Сапалы, жақсы Сапалы болады. митохондриялар болады. Себебі әйел адам ағзасында да жаңағы дұрыс тамақтанып, физикалық жүктемесін дұрыс түсіріп, стресс аз, ұйқысы дұрыс болса, ол сапалы митохондриялар ол өндіріліп тұрады да. Клетканың ішінде ол алмасып тұрады, сапалы митохондриялар түзіліп тұрады. Жаңа ескісі апоптоз жаңағы жойылады да, орнына жаңалар түзіліп тұрады. Сол кезде сондай клеткамен жаңағы аталық ұрық жасушасы қосылып, жаңа өмір пайда болған кезде сапалы өмір пайда болады, былайша айтқанда сапалы бала. Бұл негізі күшті жаңалық болды. Мен бұрын бұл туралы ойлаған емеспін, что яйцеклетканың ішінде бізде митохондриялар, біз баламызға өзіміздің митохондрияды бізден алатын, әйел адамнан алатын. Мен ойладым, бұл генетикалық тұрғыда предрасположенность болады әр балада өзінде. Но именно анадан берілетін мен білген жоқпын. Бұл күшті прям лайфхак жаңалық. Және осы қазіргі балалардың тез шаршағыш болуы, түске дейін ұйықтауы, түсте оятқан кезде әрең тұруы, тұрғаннан кейін біраз уақыт тұра алмай, төсекте жата беруі, және де өзінің эмоциональды қалпының дұрыс болмауы, ары бері секіріп ойнап тұруы, бұл да яғни митохондриальды жеткіліксіздік болуы мүмкін. Себебінің бірі сол митохондриялық жеткіліксіздік. Негізі кез келген баладағы жаңағы зат алмасу үрдісінің нашарлауы осы митохондриальды дисфункциядан басталады. Ал жаңа таңертең тұру ол енді салдары ғой митохондриальды дисфункцияның. Анемия бар, қазіргі балаларда көп кездеседі, гипотериоз бар. Солардың да салдарынан бала жаңағы сондай. Ал осы 3 жастағы кризис, 5 жастағы кризис, 2 жастағы кризис, бұның бәрі митохондриальды жеткіліксіздікке жатқызуға бола ма, әлде бұл жай баланың эмоциональды качелялары ма? Яғни бар, сосын жоқ. Әлде бұның әсері бар ма митохондриялардың бұл настроениесіне? Әсері бар, Негізі ол жаңа кризис дегеніміз, енді мысалы өзіміз кішкентай кезімізде ондай болған жоқ бізде. Қазіргі балалардың бәрінде бар, енді ол психологтар айтады, былай махаббат жетіспейді, бірдеңе деген сияқты. Негізі ол да кішкене бар шығар, бірақ бұл жерде баланың физикалық тұрғысында, былайша айтқанда, жаңағы бізде митохондрия дисфункциясы кезінде баланың ағзасында окислительный стресс деген бар, қышқылдану стресі. Сол қышқылдану стресс жаңағы үрдісі баланың ағзасында жоғарылап кетеді, көп болады да. Сосын ол орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Яғни қоздырады орталық жүйке жүйесін. Ондай балалар былайша айтқанда іштей жанады ғой. Іштен бір сыймай тұрады, ыстық жанып тұрады да, сосын ондай балалар жаңағы денесін шешіп тастайды, жалаңаш жүргісі келеді. Сосын өзінің кейде болады, балалар өзінің басын жаңағы стенаға, жерге, жаңағы столға ұрады, кішкене бірдеңке болса тез жылап қалады, жаңа құлап қалады, артқа шалқасынан құлайды, сондай балалар бар ғой. Олар ішінде жаңа миы былай нейровоспаление дейміз ғой қазір. Нейровоспаление мидың жаңағы несі қабынуы. Ол сол нейровоспалениенің салдарынан сондай болып жатыр. Ол нейровоспалениенің салдары жаңағы ішегінде дұрыс емес болып жатыр. Ішегінде балада жаңағыдай бардақ болған кезде, ол ішектегі заттың бәрі қан арқылы миға өтеді. Миға өткендіктен ол миды қатты қоздырады, жаңа оның ішінде аммиак та бар, көп салдары. Соның бәрі баладағы жандағы кризис дейміз ғой, сондайға алып келеді. Мен бұрында кітаптардан оқитын кризис 3 лет деп, бірақ қазір қарасам кризис годик, 2 лет, 3 лет, 4, барлық жастарда болып кетті шын мәнінде. И 4-5 жасында да болады, мектепке баратын кезінде де болады, предподростковый периодта да болады, жасөспірім кезінде де болады. Яғни бұл кризис тоқтаусыз болып кетті. Содан кейін қазіргі балалардың рациондарын қарай бастадық та, балалар жалпы не жейді, балалардың рационында қазір мүлдем жеміс-жидектер, көкөністер жоқ, майлар мүлдем жоқ. Біз сияқты мысалы еттің майын, қойдың майымен, табиғи зат қой оның бәрі. Онда ештеңе ішпейді, тек жасанды, даже сары майдың өзін жемейді қазір балалар мүлдем. Тек сухой паёк дейді ғой. Бутерброд, жейтіндері кириешки, сухари, фри, яғни тез дайындалатын, ішінде көп қоспалары бар, газдалған сусындар жейді. Соның салдары ол әрине баланың эмоциональды тұрақсыздығы. Тұрақсыздығына алып келеді. Ол енді негізі көп ата-аналар мысалға
балалар уже 3-те 4-те 5-те тамақ жемейді, ет жемейді, жегізамайын дейді. Бірақ мысалы прикормды неден бастадыңыз деген кезде агуша, пюрешка, тәтті банан, тәтті банан, жаңағы готов дайын кашалар тез жасалатын сондай тағамдарды айтады. Енді балада ол алғашқы тамақ ол қандай затпен танысты бірінші кезде, яғни оның тілінің рецепторлары, былайша айтқанда дәм сезу рецепторлары таза болады ғой балада, ал ол қандай затпен бірінші танысты, ол соған жаңағы жақынырақ болып келеді. Яғни тәттірек заттармен, жаңағы пюрешкалармен, кашалармен бірінші кезде танысса, ол міндетті түрде есейген кезде де рационда тек қана сол тағамдарды сұрап тұрады, қажет етіп тұрады. Негізі балада мысалға сол майдан бастау керек, әсіресе жіліктің майы бар ғой, сүйектің ішіндегі жілік, сол жілік майымен кәдімгі балаға пісіріп беріп, сол маймен бастаған дұрыс, және бірден етті берген дұрыс балаға. Көбісі енді басында мен де ойлайтынмын, негізі балаға жаңағы ауыр болады, бірінші брокколи, кабачки деген секілді жаңағы неден көкөністерден бастау керек, одан кейін ақырын жаңағы жемістерді қосу керек, одан кейін ана барып, каша, енді 1 жастан бастап ет деген сияқты. Ал қазір соңғы кезде өзімнің кішкентай балам бар ғой, оның да прикорм бастаған кезде мен бірден еттен бастадым. Сорпа, ет, май деген секілді. Қазір Аллаға шүкір, етті өте жақсы көреді. 1 жарымда жасы, бірінші тамақ қойсаң етті сұрайды бірінші. Сол себепті біз кішкентай балаға жаңадан прикорм қосқан кезде неден бастаймыз? Ол кейін өмір бойы соны талап етеді. Сол тағамға жақын болады. Сол тағамға жақын болады. Сол себепті прикормды еттен, кәдімгі майдан, жаңағы сорпадан бастауға мүлде қорықпау керек. Керісінше біздің ағзада, баланың ағзасында ең бірінші белок, яғни ақуыз өте жеткіліксіз. Бала өсу үшін, даму үшін құрылыс материал бірінші кезекте ақуыз ғой. Одан кейін жаңағы бізде май, көмірсу енді бізге энергия көзі ретінде былай енді рационның бір 1/3 бөлігі ретінде керек. Ал бірақ ең бірінші кезекте осы сорпамен жаңағы балаға ет бірінші кезекте керек дүние. Бірақ бізде жиі сондай менталитетте бар. Майдан жалпы қорқады ғой, бәрі қорқады. Майдан қорықпаңыздар. Табиғи жақсы өнімдерден, майлардан қорықпау керек, және оны балаларға беруге болады. Егер мысалы ата-аналарға айтсаң, сөйтіп 7 айында, 8 айында етті қоса бер десең, бірден ата-аналар қалай, ет па, бірден ет па, біз әлі кашада бастаған жоқпыз, бала әлі шайнай алмайды, ол қақалады деген, іші қорыта алмайды деген сияқты жиі сұрақтар қояды, және күмәндана бастайды, шынымен сондай бастау керек па деген сияқты. Бірақ шын мәнінде бала немен бастайды, соған жақын болады. Менің қызым мысалы бірінші прикормды қоспаны біз сәбізден бастадық. Қазір ол 7 жаста, сәбізді, бүкіл палаудағы сәбізді теріп жейтін сол қыз, бүкіл андай сырой күйінде де, қытырлатып піскен күйінде де сәбіздің любой формасын жей беретін адам. Және енді тағы бір сұрайын дегенім, біздегі балалардың қазіргі кезде көп газдалған сусындарды ішуі ересек кезінде қандай ауруларға алып келуі мүмкін, және қалай баланың ішек жолдарын өзгертеді? Ең бірінші тәтті газдалған сусындар, енді құрамында фторлар бар, оның баланың ағзасын ең бірінші жаңағы қышқылдану үрдісіне алып келеді. Негізі қалыпты жағдайда бізде қышқылдану үрдісі болады. Жаңа pH дейміз ғой, ағзаның pH-ы. Бізде жаңа қышқылдық бар, қышқылдық орта, сосын жаңағы бізге қажетті норма бар, сосын сілтілі орта бар. Біз осы сілтілі қышқылдық ортаның ортасында нормада болу керекпіз да. Яғни 7-4, 7-64 осы аралықта болу керек. Бірақ қазір балаларда көбінесе 7-ден төмен, 6-5, 6-4 сондай болып келеді. Ол қышқылдық үрдіс бар жерде иммунитетте төмен болады, баланың өсуі кешеуілдейді, бала әлсіз болады. Жалпы зат алмасу үрдісі тежеуілдеп қалады. Бізде әрбір жасушамыз өзі зат алмасу ішінде дұрыс жүру үшін ол жаңағы нормада болу керек pH-ымыз. Ал қышқылдыққа ауысты ма, ол қышқылдық ортаны бізде шегімізде бактериялар, вирустар, паразиттер керісінше қышқылдық ортаны жақсы көреді. Сол ортада өмір сүргенді қалайды. Керісінше қышқылдық ортада олар көбейеді. Енді жаңағы тәтті сусындар,
ол тәтті болғандықтан осы баланың ағзасын pH-ты қышқылдық ортаға қарай ауыстырып жібереді. Қышқылдық ортаны ағза енді компенсация дейміз ғой, өзінің нормасына келтіру үшін мына сүйектен кальцийлар шығады. Бізде кальций жаңағы сілтілендіретін микроэлемент. Оны қалыпқа келтіру үшін кальцийдің бәрі сүйектен шығады, ол қандағы жаңағы қышқылдықты қалпына келтіреді, бәрі жақсы болады, бірақ сүйекте кальцийдің бәрі шығып кетті ғой. Балада мысалы біз бұрын мысалы өзіміз оқып жүрген кезде остеопороз десе үлкен қарт кісілер көрсететін, апаларды көрсететін, 70-80 жастағы уже жүре алмай қолдарына жаңағы таяқ ұстап алған. Қазір кішкентай 1-2 жасты баланың өзіне остеопороз бар. Остеопороз бар. Енді бұл дегеніміз болашақта ол бала қалай өмір сүреді, ол баладан қандай ұрпақ қалады болашақта, сол үлкен бір қорқынышты мәселе да. Сол себепті ата-аналарға айтқым келеді, баласына бермесін мүлде. Әсіресе газдалған сусынды бермесін, себебі кальцийдің бәрін шығарып тастайды. Ал ол кальцийді біреу ойлауы мүмкін ше, ой мен витамин кальцийді қосымша іше саламын, нормально болады. Жолға кальций қайтадан орнына келеді. Бірақ ол қоспадағы кальций біздің сүйектегі кальцийден мүлде басқа. Ол ішкенімен ол сіңбеуі мүмкін. Ол қайтадан қалай ішті, солай сыртқа шығып кетуі мүмкін да. Сол себепті өзімізде табиғи кальцийімізді сақтауға біз тырысу керекпіз. Жалпы табиғаттан берілген өзінің денсаулығында және балаға берілген денсаулықты максималды түрде сақтап қалу керек. Сақтап қалу керек. Ал қазіргі таңда сатылатын маркетингпен жүретін көптеген тағамдарды бұл мүлдем алудың қажеті жоқ. Және газдалған сусындардан бөлек ата-аналар ойлайды, кәдімгі типа натуральный соктар да пайдалы деп. Бірақ шын мәнінде олардың да дым пайдасы жоқ. Олардың да ешқандай пайдасы жоқ. Тіптен мысалы фреш дейміз ғой, кәдімгі апельсиннен жасалған, алмадан жасалған, олардың өздері де зиян. Мысалға көбісі ойлайды, таңертесін осындай фреш ішсем, ол жаңа ағзамды жақсартады, витамин С деген сияқты. Бірақ ол мысалы табиғаттың өзінде жаратып қойған, жаңағы Құдай жаратып қойған апельсинді, ол ішінде жаңағы клетчатка дейміз ғой, клетчаткаға жаңағы өзінің соғын араластырып, шырынын араластырып жасап қойған. Яғни біз апельсинді өзін табиғи қалыпта жесек, ол біздегі жаңағы фруктоза дейміз ғой, фруктоза болады. Ол фруктозаны таза күйінде түспейді, жаңа клетчаткамен байланысқан күйінде түскендіктен ол біздің ағзаға зияны аз болады. Ал керісінше таза фруктоза бұл бізде жаңағы сахароза дейміз ғой, қант, одан да жаман. Таза қант қой. Таза қант. Сахарозадан да жаман да, себебі сахароза әйтеуір глюкозаға ыдырайды, үйтеді, әйтеуір жаңағы жартысы энергияға айналады, жартысы майға айналады ғой. Ал бұл фруктоза бауырда мүлде ондай айналмайды, бауырда жинала береді. Сонымен қазір жировой гепатоз дейміз, бауырда май басу, осындай синдром өте көп. Қазір бауырда жировой гепатоз 25 жастағы адамдарда, 20 жастағы адамдарда жировой гепатозы бар. Қайта біз бұрында университет кезінде жировой гепатозды 50-60 жасындағы адамда, алкоголь ішетін адамдарда сондай да болатын еді ғой.